Құрметті оқушылар, саламатсыздар. Бүгінгі біз сабақта қарастыратын тақырыбымыз құбыр арматурасының маркировкасы және шартты белгілері. Қазіргі кезде біздің елімізде және басқа да елдерде, соның ішінде Ресей Федерациясы территориясында ЦКБ арматура құрылысының орталық конструкция бюросы жүйесінің бойынша құбырды арматурасын маркировкалау және оны белгілеу жүйесі қолданылады. Бұл жүйеге сәйкес арматураның белгіленуі оның негізгі әріптік және сандық деректеріне тұрады. Құбыр арматурасын маркалауда барлығы 6 элемент қолданылады. Арматура типі санмен белгілеу, мысалы 10 сұлбада көрінеді, 10 деп көрінеді, мысалы сынама түсіру краны, 11 құбырларға арналған кран, 12 инекті құрылғы, 13-14 винтель, тағы басқа. Келесі, корпус материалы, әріптік белгілеуі. Қандай материалдан жасалған сол көрінеді. Мысалы, бәрі орыс тіліне әрине. С, сталь, көміртекті болады. ЛС, легированная сталь, легирленген болады. НЖ, таттанбайтын, коррозияға төзімді болады. НЖ, нержавеющий сталь. Ч, чугун, сұршойын, тағы басқа. Алюминий, А, алюминий, Б, латунь немесе күміс, Б дегенмен бронза, П, пластмасса, ВП, винипласт, тағы басқа. Келесі осы каталог бойынша конструкцияны жасақтау номерлері бөлінеді оларда. Құбыр арматурасын екі таңбалы санмен белгілеу. Мысалы 30 С, 41 НЖ, немесе 30 Ч, 6 БР. Тығыздағыш сақиналардың материалы. Әріптік белгілеу бойынша, мысалы БР, бронза. Орысша айтқанда, қазақша күміс және латунь. БТ, бобит материалы бар сонда. СТ, стеллит, К, орысша кожа, қазақша тері, тағы да басқа. Корпустың ішкі жабыны жағу тәсілі. Әріптік белгіленгенде ГМ, өмірлеу, ЭМ, эмальдау, П, пластмассаның футировкалау, тағы да басқа. Мысалы, шифрды ашу мысалын айтып кетсек, жаңа жоғарыда айтылған каталог бойынша құбырдың арматурасын екі санмен белгілегенде. Бұл сырмалардың белгісі, мысалы 30 С41 НЖ. Бұл сырманың таттанбайтын тығыздауыш сақиналары, сақиналы және цилиндрлік белгісті механикалық жетегі бар болат сырма. 30 Ч 6 БР сырмасы 9 тығыздауыш сақиналармен күміс және латуньмен жасалған пневматикалық жетегі бар сойын сырмасы деп анықталады. Мұнай және мұнай өнімдер газдарды құбырмен тасымалдаған кезде оларды әрине біз алдыңғы сабақтарда айтып кеттік, ең тиімдісі құбыр арқылы тасымалдауды құбырдың бөлінуін де қарастырып кеттік. Олардың ең үлкен құбырдың бұрмаларында да бәрі ішінде 1400 мм диаметрге дейін есептелген, қысымы 10 мегапаскальға дейін. Және оларды диаметрлеріне байланысты 4 топқа бөледі дейді. Бірінші топта диаметр 1400-ден 10 мм-ге дейін құбырлар кіреді, екінші топқа 10 мм-ден 500 мм-ге дейін құбырлар, үшінші топқа 500-ден 300 мм құбырлар, және төртінші топ 300-ден мм-ден төмен құбырлар. Қазіргі кезде ұзындығы 1000 км-дан асқан магистралды құбырлар, оларда аралық станциялар арқылы мұнай өнімдерін тасымалдайды. Онда мысалы батпақты аралық айдау станциялар барлық қажетті өндірістік көмекші құрылыстар бар айдау станциялар жабдықталған өзіндік тасымалдау кәсіпорындар болып табылады. Міне сол магистралды құбырдың сұлбасы схемасының бірінші суреті көрсетілген. Міне өндіріс бірінші. Бұл жерде мұнайды шығару кен орны, мұнай кен орны қандай да мысалы. Содан мұнайды алып біз мұнай айдау станциясына береді. Бұл жерде мұнайды дайындап, судан, газдан, ілеспе газдан бөліп, механикалық қоспалардан бөліп құбырмен өндірістік
жинау пункттері құбырлар арқылы мұнайдың бастапқы құрылғыларына сораптар көмегімен тасымалдайды. Резервуарға әкеліп салады, ары қарай оны құбыр жолмен, ол құбырлар темір жол асты, су жол асты, тағы да қандай кедергілермен өтіп, оның соңғы пункті негізінен айтып кету керек, бізде мұнай өңдеу заводы болып келеді. НПЗ, нефтеперерабатывающий завод қандай да. Ол жерде мұнай өңделіп, мұнай өнімін алып қандай да бензин, керосин, дизельдік отын, мазут, ол сосын ары қарай тұтынушыларға жалғастырылады. Темір жолмен, су жолымен және автомобильдер жолымен. Одан кейінгі мұнай мен мұнай өнімдерінің құбырлардың негізгі құрылыстарына айтатынын айтып кеттік уже. Астап пайдау станциялары және қозғалуын қамтамасыз ететін аралық станциялар, мұнай базасы соңғы немесе соңғы пункт. Бұларды біздер келесі курстарда тағы да жақында қарастыратын боламыз. Газ мұнай құбырлары сабағы болады, мұнай қоймалары мен газ сақтағыштар сабағы болады, тағы қарастырамыз. Кіріспе ретінде. Айдау станцияларының барлық технологиялық қолдаулары құбыр жүйесімен байланысты. Екінші суретте бізде көрсетілген 1220 магистралды құбырының бастапқы сорап станциясының сұлбасы берілген. Оған мұнай айдау станциясының жаңа кен орнынан беріліп, ол мына жерден өлшеніп бүкіл мұнай көлемі қанша түскен блогынан түсіп, торабына ары қарай резервуар паркіне жиналып, одан оның қысымы реттеліп, қысым блок насостық цехов дейді, сораптар цех көмегімен магистралдық құбырға беріледі. Ары қарай қарастырайық. Үшінші суретте диаметр 1220 мм магистралды мұнай құбырының аралық станциясы береді. Бұның айырмашылығы бастапқы станциядан мұнда қойма сорап резервуарлық парк болмайды, бұны қоймасыз деп атайды сондықтан схема. Оның негізгі атқарушы міндеті мұнай жаңа ғана айтып кеттік 1000 километрден ұзындығы трассадан ұзындығы асқан болса, мұнайдың біздер тасымалдап келе жатқан мұнай болсын, мұнай өнімінің қысымы төмендейді. Сондықтан біз оны қысымды біз қайта реттеуіміз керек. Сол қысымды реттеу үшін мысалы неден құбыр бойымен аралық станцияға кіріп, одан реттеу бөліміне тағы да түсіп, тағы да тазаланып, одан соң құбырлар сораптардың 4 магистралдық сорапты соның көмегімен ары қарай құбырға кетеді. Қысымы реттеліп, жұмыста қысым береміз оларға. Осы құбыр коммуникациялар сөндіруі сораптар кезіндегі станция жұмысының мүмкіншілігін қарастырады. Яғни мұндайда алдындағы станциядан келесісіне жіберу болып есептеледі. Конструкциялық құжаттамаларда сұлба бұл бұйымның немесе құрылғының қандай да құрамды бөлшектері немесе олардың қосылыстары арасындағы байланысты графикалық шартты белгілермен көрсетілген құжат болып есептеледі. Сұлба негізінен масштабты және құрамды бөлшектердің кеңістікте шын мәнінде орналасуын ескермей орындалады. Бұйым элементтердің типі және арасында байланыс түріне байланысты сұлбалар келесідей бөлінеді. Электрлік, пневматикалық, гидравликалық, кинематикалық және аралас комбинированный дейді орысша айтқанда. Арналуына байланысты сұлбалар структурал, функционалдық, принципиалдық, қосылу, жалпы және орналасу болып бөлінеді. Структуралық сұлба немесе оның блок схема деп атайды. Блок сұлбасы бұл бұйым функционалдық негізін бөлігін анықтайды. Олардың арналу және қарым қатынасы өзара ол сұлбадан бұрын және тағы басқа типтерін бұйымды жобалау конструкциялау кезіндегі жасақталып және оның құрылымын жұмыс бағдарламасын игеру кезінде оны пайдалануда қолданылады. Функционалдық сұлба бұйымды
және оның бөлшектерінде жүріп жатқан процестерді ашып көрсетеді. Бұйымның функционалдық мүмкіншілігін зерттеуде және оны баптап, реттеу, бақылауды және өңдеуде қолданылады. Принципиалдық сұлба, бұның не үшін деген сұрақ туатын болса, бұл бұйымның элементтерінің толық құрамын және олардың арасындағы байланыс анықтайды. Бұл бұйымның жұмыс принципі туралы детальді көрініс береді, және басқа конструкторлық құжаттарды жасақтау негіз болып табылады. Мысалы, электромонтаждық сызбаларды, спецификацияларын, тағы да басқа. Қосылыстар сұлбасы, ішкі және сыртқы бұйымның құрамды бөліктерінің байланысын, төсеу тәсілдерін, сымдарды қосу немесе бекіту, кабельдер мен құбырлардың және олардың қосылу немесе енгізу орындарын көрсетеді. Қосылыс сұлбасында бұйымның сыртқы қосылыстарын көрсетеді. Бұл сұлбалар комплекстерді монтаждауда және пайдалануда қолданылады. Жалпы сұлба комплексті қиын бұйымның немесе құрамды бөліктерінің және пайдалану орнында олардың өзара қосылысын анықтайтын құжат болып табылады. Көбіне комплекстен жалпы танысу үшін арналған құжат болып есептеледі. Орналастыру сұлбасында қондырғының немесе комплекстің құрамды бөлшектерінің салыстырмалы орналасуы көрсетіледі. Қалай орналастырылады? Сондықтан аты да айтып тұр, орналастыру сұлбасы. Сұлбаларды рәсімдеу және тәртібі мемлекеттік стандарттар бойынша ММС-ті немесе орысша ГОСТ-тарымен орнатылады, сонда бекітіледі. Құбыр арматурасының негізгі шартты белгілеріне келетін болсақ, олар әртүрлі арматуралардың белгілері гидравликалық және пневматикалық сұлбаларда ГОСТ-тарда мемлекеттік стандарттармен реттеледі. Фигуралар кестелерін қарастыратын болсақ, қазақстан басында сырма көрсетеді. Орысша задвижка, орысша бабочка түрінде. Бұрылыс жапқыш, затвор, поворот, төртбұрышты. Жабғының ішінде кран ретінде бұралымыз көрсетеді. Мынау өткізу жабу клапаны. Клапаны екені білеміз. Мынау угловой, бұрыштық жабу клапаны болып келеді. Реттеу клапаны, қысымды реттеу клапаны, өткізуші реттеу. Одан соң өткізу клапаны, өткізуші кері клапаны дейді. Бір жағы қарамен боялған, кері обратный клапан. Кері бұру клапаны, обратный поворотный клапан. Өткізуші сақтандырғыш клапаны, предохранительный клапан дейді. Бұрыштық өздері көріп тұр. Барлық құрылғылардың арматураның сызбада көрсетілген осындай сызбалық спецификасында өзінің белгілері бар, шарттық графикалық белгілер. Соларды біз қарап үйреніп алсақ жаттап, біздер сызбаны, сол сұлбаны тез оқып таныса аламыз. Мысалы, өту краны, немесе проходной кран дейді. Үш жүрішті кран, трехходовой кран. Конденсат промыш, конденсат отвод, қандайда біздің өнімімізде конденсат қосылып келетін болса. Ауа бұрғыш, воздух отвод, соның түрі. Одан соң сұйық ағыны, ауа, механикалық байланыс линиясы, реттеу жетектер элементтерінің бағытының графикалық белгіленулері қалай болады, қалай көрсетіледі сұлбаларда. Сұйық ағынның бағыты бояусыз ақ түрде көрсетеді, үшбұрышпен, ал ауа ағынның бағыты қара түсті бояп белгіледі түспен. Одан соң механикалық байланыс линиясы, бұл жерде қанша линия өтіп жатыр, байланыс линия связи. Сосын олардың сол жерде қозғалтқыш қолданылатын жетектерінің түріне байланысты. Электрлі машиналық жетек, қалтқылық жетек, поплавковый дейді. Электромагниттік жетек сол жерде көрсетіледі және мембраналық жетек. Құбырлар сұлбасында арматуралардың шартты белгіленген. Оларда бекіту реттеу арматурасы және оптимизация құралдарының принципиалдық сұлбаларын белгілену.
олардың халықаралық жүйе бойынша белгілену, одан соң мемлекеттік стандарт бойынша белгілену, ГОСТ белгілену, және олардың белгіленудің ашып жазу, расшифровкасы. Бізде осыны білуіміз керек. Қалай оқылады, не білдіретінін. Пневматикалық жетекті шарлы, бекітулі вентиль, нормалды ашық жағдайда. Немесе шар тәрізді істейді, шар ойы. Пневматикалық жетекті шар тәрізді бекіту вентилі. Маховикті реттеу вентилі, маховик көрсетіп тұрады. Одан соң маховикті реттеу вентилі. Ары қарай мұнда да пневматикалық жетекті диска көрсетілген, мембраналық жапқыш вентиль көрсетілген. Осылай барлық арматуралардың түрлері көрсетіліп, бізге бұл сызбалардың, схемалардың, сызбалардың қандай оның спецификациясында беріліп, біздер осыларды оқып, үйреніп, айыра білуіміз керек. Шарлы жапқыш вентиль дейді, шар тәрізді жапқыш вентиль дейді, немесе шарлы вентиль дейді. Одан соң маховик, бұрыштық маховик. Осы мына жерде үш жүрісті шар тәрізді вентиль, үш жүрісті шар тәрізді реттеу вентилі, регулировочный. Диафрагма көрсетілген. Осы сабақта көрсетілген барлық арматура белгілеу түрлері сызбалар бізде кездесіп, ары қарай оқуда бізге өндірісте де керек болып, өзімізге жаттап алуымыз керек. Және біздің құбырды салу кезіндегі мысалы еңістіктер, гидравликалық еңістіктер, мысалы оңға еңістік, солға еңістік қанша процент екенін көрсетіп беріп тұрады онда. Сосын қосылыстарды көрсетіп, фланецтегі қосылыс екенін, және мұнда да фланецтік қосылыс екенін, мына жерде бізде клапан мысалы бар қандайды. Клапан немесе задвижка, сырма. Пісіру жігін көрсетеді. Мына жерде екеуінің арасында пісіру жігі бар. Мұнда брондал, резьбовое соединение дейміз. Осыларды брондал, резьбовое қосылыс мұны көрсетеді. Екеуімен дәнекерленген қосылыс, паяное изделие, байковый. Немесе муфтан. Балшық сүзгіш фильтрлері, фильтрді білесіздер, механикалық қандай да қоспалардан, балшықтардан тазалау. Тізе дейді, калені дейді, немесе қандай да бір құбырдың элементі, сабақтарда пісіру сабағында келесіде қарастыратын боламыз. Конденсациялық горшок, конденсационный горшок дейміз, ол жерде сұйықтың құрамындағы, мұнайдың құрамындағы су, қандай да басқа да сұйық жиналып төменнен оны ағызып аламыз, босатып. Форсунка, сақтандырғыш клапаны бәрі де осылай көрсетіледі. Жақсы, бүгінгі сабақты қысқаша